Бәріңізге қайырлы күн. Сіздермен бірге Арай. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше тағам дайындаймын. Дәмі керемет, жеңіл тағам. Табаға 1 шай қасық зәйтүн немесе сұйық май құямыз. 100 грамм күрішті саламыз. Алдын ала күрішті жақсылап жуып алдым. 1-2 минут қасықпен араластырып қуырамыз. Үстіне 1 кесе стакан су құйып, тұз қосамыз. Қақпағын жауып, баяу отта дайын болғанша дейін пісіреміз. 2 жұмыртқаны алып, ақуыз бен сарыуызға бөлеміз. Ақуызға шым-шым тұз салып, көпіргенше дейін венчикпен араластырамыз. Біздің күріш пісті. Енді оған сарыуыздарды салып, тез араластырып, оттан алу керек. Пияз бен сарымсақты майдалап тураймыз. Сәбізді және қызыл тәтті бұрышты турап аламыз. Менде кішкене тауық еті болған, соны майдалап тұрадым. Ол болмаса, кез келген еті турасаңыздар болады. Табаны қыздырып, азымас сары май салдым. Алдымен тауықтың етін қуырып аламыз. Дәмділігі бойынша үстіне қызыл тәтті паприка, қара бұрыш себеміз. Одан кейін бірінен соң бірін қалған көкөністерді қуырамыз. Сонында тұз себеміз. Бұ да піссін деп кішкене су құйып, қақпағын жабамыз. Тарелкаға әдемілеп күрішті саламыз. Жаңағы ақуыздан мен омлет жасадым, соны салдым. Қасына жаңағы жасалған тауықты қоямыз. Міне достар, жеңіл тағам дайын. Түскі асқа, кешкі асқа жасасаңыздар да болады. Тез дайындалады. Күріш пен жұмыртқаның қосындысы ерекше дәм береді екен. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Комментарийде пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.